Армысыздар тыңдарман, эфирде жастардың жарқын жобаларына арналған жас жалын хабары, микрофон алдында Гүлназ Аманғали. Хабарымыздың бүгінгі қонағы ерекше өнер иесі, қылқаламды жанына серік еткен дарынды суретші әрі мүсінші, жас суретшілер бірлестігінің мүшесі Сырым Мүсіреп. Ал Сырым, студиямызға қош келдің. Қош көрдік. Рахмет. Сырым, енді ерекше өнер иесісің, мынадай керемет дүниелердің барлығы өзіңнің қолынан шыққан туындылар, енді бұлардың оңайлықпен туа қоймайтыны да бар. Ол белгілі. Жалпы суретші болған, шығармашылық адамы болған қаншалықты қиын, не оңай? Ол өнерде алғашқы қадам құды бір әлем сияқты галактикалық, оның ішіндегі әрбір дара жолды, яғни әркімнің өзінің жан дүниесі бар, өмірде көрген білген түйсігі бар, бірақ оны жүзеге асырып шығару ол өнерге және де өнер адамына қойылған талаптар. Соны көрсету арқасында ол көзге көрінбейтін рухани дүниенің сабағы жүреді. Сол арқылы адамға тәлім, тәрбие, оның барлығы материалдық дүниеден емес, рухани дүниеден бастау болу керек. Өйткені рухани дүниесі адамның жоғары болса, ол материалдық дүниеге бағынбайды. Және де ол өмірдің маңыздылығын, не үшін келгенін, неге өмір сүріп жүргендігін жақсыдан біледі. Біздің мақсат қандай өнер болмасын, өнер бөлінбейді, өнер тармақталады. Бірақ әр өнердің жеткізілуі әрқалай және де әр қандай форматта. Сол себепке орай, мысалы, менің алып жүрген өнерім кескіндеме және де мүсін өнері өзіме ұнайды. Себебі өзіме ыңғайлы форматта халыққа өз идеологиямды ұсыну барысында тәлім, тәрбие, көзқарастармен бөлісуге үлкен мүмкіндіктер туады менде. Мен айтар едім, қиын емес, үйренем, білем, көрем, жасайым деген адамға. Жалпы енді қалай ойлайсыз? Бұл сіз айтып тұрсыз, қиын емес деп жатырсыз. Бұндай дүниені шығару, суретші болу жалпы кез келген адамның қолынан келе ме? Сонда? Оған бір енді. Мен осыны үйренгім келеді, осындай жасап шығарғым келеді дейтін мысалға көптеген жастарымыз бар, иә? Осылардың барлығы сізден тәлім үйренсе, немесе басқа да бір сабақтарға, курстарға жазылса, осындай дүниені үйреніп шығара ала ма? Ұдайы жасаған әрекеттің негізі ұдайы жасаған берекеті болады. Ал ол ең алдымен адам жан дүниесі туғанынан абай айтпақ, көрсем, білсем деп туады, біреуі жесем деп туады, ішсем деп туады. Ал енді алдымен Құдай беріп тұрса, ол сонау кішкентай бала кезінен бастап өзінің даралығын шығармақ. Тек әрмен қарай қолдау керек, оны жетілдіру керек, қоршаған ортасы, әсіресе ата-анасы оны көре білу керек, және де көптеген нұсқанама беріп, сол ортаға қосу керек деп ойлаймын. Ал әр адамның бойында өзіндік даралықтар, әрине Құдайдың берген ерекшеліктері сондай көп, бірақ көбісі қоғам ағымында адасып, өздерін жоғалтып алып жататын жандар көп. Яғни сондай дарынды көріп біле алмай жатқандар көп, иә? Иә, өздерінің. Мен бір қызық әңгіме айтсам. Мынандай, мысалы, адам өмірге келгенде, тәй-тәй басып жүргенде, жаңағы айтуы мүмкін, нағашылары болмаса, тағы басқа жақын адамдар. Мынау бала жаңағы әкесіне ұқсайды екен ғой, болмаса нағашысынан аумайды. Жаңағы мақталыста кетіп жатады, өз жұртымен нағашы жұртының арасында. Талас туындайды ғой, иә? Талас туындайды. Сонда олардың айтпағы, сен атаңа ұқсайды екенсің, болмаса анаңа, әжеңе ұқсайды екенсің деуінің себебін біздер өзіміз білмейміз кімге ұқсайтынымызды. Бірақ бізге қоғам айтады, бағыт береді, бағдар береді. Ол бір көзге көрінбейтін жан дүниенің жаңағы сезімталдық жүйесі. Адам өзіндегісін білмейді, бірақ қоршаған орта оны көреді. Ал бұның арасында бір едәуір байланыс бар. Соны
ұстаса ол жақсы болар еді. Иә, қызықты әңгіме айтып отырсың. Енді ал өзің кімге тартқансың деп ойлайсың? Нағашыларыңа тарттың ба, әлде өз жұртыңа? Жақсы сұрақ. Иә, өте керемет сұрақ қойдыңыз. Енді Сарымдатұлының айтқан бір сөзі бар екен. Мен екі жұртты ғана танимын. Енді терең мағынада айтылып кеткен сөз. Бірінші өзім, екінші халқым деген. Сол критерияны ұстанатын шығармын. Өйткені әрбіреуінде енді әрбір жұрттың өзінің бір пәлсапалары шығады. Оны бөліп жарай алмаймын ау. Сірә. Ал енді өзің айтып тұрғандай көптеген ізденісті, ойды талап ететін суретшілік, мүсіншілік өнерге қалай келдің? Жалпы сені осы салаға келуіңе не итермеледі? Мүсіншілік, суретшілік өнерге. Адам балық шағында санасында сондай тазалық болады. Сол кезде адамның бір өнері, өзінің бір табиғатқа деген, осы өмірге деген болмысы ашыла бастайды. Сол кезде өнердің бары бар ғой, бірақ қалай жеткіземін, қандай форматта деген сұрақтар сол балық шағымнан бастап туындаған. Соны әрмен қарай алып жалғастырып кету барысында осы кескінде мен мүсін өнерін таңдадым. Табиғатқа деген махаббат болды. Сосын суретші әдемілікті көріп, халық жұрт көрмейтін әдемілікті көріп, оны көрсете білсе, ол да бір суретшіліктің белгісі ғой. Суретші деген ол жай бір суреттермен шектеліп қалмайтын дүние. Ол суретші деген оның жан дүниесі, болмысы, көзқарасы, тіпті киінуі де, тұрысы, оның барлығы суреткерлерден шығады ғой. Енді онда сурет деген үлкен ауқымда қамтитын бір сала ғой. Оның ішінде киім үлгілері, кинематография, тағы басқа көптеген салалары болып, өздерің бір сөз айтайын, қатты қуанам осы өнерді алып жүргеніме. Бәрекелді. Енді Сырым, сенің мынадай көркем туындыларды көрерменге паш ету үшін жеке шығармашылық көрмелер ұйымдастырып жүргеніңді білеміз. Оның үстіне кәдімгі үйреншікті дүниелер емес, жаңа бағыт деп атау айтып тұрғандай, өнердің заманауи мәнердегі үлгісін көрсетіп жүрсің. Ал енді жаңа бір сөзінде тағы бір көрмемді ашуға дайындалып жүрмін деп қалдың. Бұл жолға көрменің бұрынғылардан өзгешелігі бар ма? Өзгешелігі бар. Әрдайым жаңашылдыққа ұмтылу. Енді жаңашылдық деп жатады, бірақ оны әркім әрқалай түсінеді. Біздің өмір сүріп жатқан қазіргі заманымыз, қазіргі ғасыр, ол жаңашылдықтың ғасыры. Өйткені әр адам өзінің өмір сүрген дағдысында ол бір оның өзі жаңашылдық. Тек оны көріп, болашақ дағдысына қалдыра білсе, ол нұр үстіне нұр болар еді. Ал мұндағы жеке шығармашылық көрменің ерекшелігі, әрине, ең алдымен ізденісте бір жаңа адамның рухани дүниесіне бір сыр шертетін, содан соң оны танып білетін бір дүниелерді ұсынбақпын. Мысалы қарасаңыз, Бауыржан Момышұлы көшесінде Бауыржан Момышұлы атамыздың ескерткіші бар. Ал оның орнында Микки Маус тұрғанда қалай болар еді? Мультфильм кейіпкері. Яғни Бауыржан Момышұлының атындағы ескерткіш, оған әрбір адам көрген сайын ол кісінің рухын, рухани дүниеде сезінеді. Бірақ оны сөзбен ми оны қабылдамайды, ал рухани дүние қабылдап тұрады. Және де оның рухтылығын, жасампаздығын бәрі сезінеді. Ал егер де оның орнына жасанды, болмаса бір жеңіл, бізге тән емес европалық бағытқа қарай кеткен туындылар болса, өзіміздің қазақтың болмысын дәріптемейтін бір, мысалы жаңа айтқандай мультфильм кейіпкерлері болса, қалай болар еді? Онда мүлде басқаша болар еді. Сол сияқты мұнда жеткізейін дегеніміз ерекше дүниелер, адамның өзі көріп білмейтін, танымайтын дүниелер, бірақ оны қабылдайтын дүниелер.
ол жан дүниемен қабылданады, ал милары әзірге қабылдауға дайын емес дүниелерді ұсынбақпын. Түсінікті. Бұл көрме қалай аталады және қай жерде өтеді? Білесіз бе? Көрмеде аттың да өте қызық. Құды бір баланың атын қойғандайсың. Әрине, енді ол өзінің туындыңа ат қою да оңай емес, иә? Иә, оның бір концепциясы бар. Әрбір шығармада өзіндік тақырыптарға негізделген, ал оның бәрін біріктіріп біркелкі ат қою, ол кішкене ойландыратын дүние. Әзірге атын ойлап тапқанымыз жоқ, бірақ жұмыс жасау барысындамыз, осы дайындық барысындамыз. Қашан ашылады көрме? Біздің тыңдармандарымыз қашан барып көре алады сіздің туындыларыңызды? Әлі белгісіз. Құдай қаласа, қыс айында, болмаса осы қазан айының орта тұстарында қарай болып қалуы мүмкін. Енді жоспар бар, ұлттық музейде қою деген. Онда халықтың көптеп кездесетін орны сан сала мемлекеттерден келеді, әртүрлі. Олар ең алдымен музейге келетін себебі осы қазақ қандай халық деп бүйтіп тамсанып қызығып, қызғана да қарайтындар бар ғой. Сол қандай халық екенін білсін деген оймен жаңашылдыққа қарай бетбұрыс жасап, олардың бір санасына ерекше ойларды қамтамасыз ету мақсат сол жалпы. Оның артында енді үлкен еңбек бар, ізденіс бар. Бәрекелді, рахмет сырым. Құрметті тыңдарман, қазір аздаған минуттарға музыкалық үзіліс жариялаймыз. Содан соң хабарымызды жалғастыратын боламыз. Аспаннан жаңбыр баяу төгілгенде ақ бұлттардан әсем бейнең көрінгенде сұлулығын ойлайсың ба бұл өмірді жүрегіңмен сезінгенде көрсетіп жалғандықтың ар жағын, көтертіп бар шындықтың салмағын, ауыр салмағын. Қиындық өтсе жарық бар алға, жетесің жеңіс деген аралға, әсем аралға. Көк аспаннан жаңбыр баяу төгілгенде ақ бұлттардан әсем бейнең көрінгенде жалғандықтың ар жағын, көтертіп бар шындықтың салмағын, ауыр салмағын. Қиындық өтсе жарық бар алда, жетесің жеңіс деген аралға, әсем аралға. Жан жағыңнан қараңғылық қоршағанда бір сәуле бар жүрегіңнен жарық сорап қарсы алдыңнан жол көрсетер ол саған да
қаланың басты радиосында жас жалын хабары. Құрметті тыңдарман, әсем әуезді әннен кейін біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, жас жалын хабарының бүгінгі қонағы жас дарынды суретші әрі мүсінші Сырым Мүсіреп. Сырым енді көпшілік көрермен керемет өнер туындысы деп танылып жүрген шығармалардың өзін түсіне бермейді. Оның қаншалықты терең ойды, кең дүниені суреттеп сипаттап тұрғанын көпшілік білмей, оны тіпті қабылдай алмай жатады. Мысалға, әлемге әйгілі қара шаршы, черный квадрат деп жатамыз, иә? Бір қарағанда мұны салудың ешқандай қиындығы жоқ сияқты, ешқандай ой жоқ сияқты көрінеді. Алайда бұл шедевр деп танылып жатады, иә? Танылған туынды. Демек, мұндай суреттерді түсіну үшін де қандай да бір ерекше қасиеттер қажет қой, иә? Және ал өзің мысалға осындай суреттерді, терең мағыналы суреттерді бірден түсініп, оның мағынасын аңғара аласың ба? Мысалы, өмірде оңай, қиын дейтін нәрсе болмайды. Бәрі санаға байланысты. Сананың қалай қабылдауына байланысты. Мысалы, черный квадрат демекші, мұнда не бір квадраттарды көріп тұрмын. Осы, мысалы, тілі түсті квадратурада біздер бұны әркім санасында өзіне ыңғайлы етіп қабылдап алады. Мысалы, мен мына черный квадратқа тақта ретінде қабылдап, бұны тақта қылдыруыма болады. Болмаса, бір терезені жауып қойма болады деген сынды әртүрлі дүниелер қалыптасады. Бастысы, ол адамның санасындағы дүниені материалдық дүние жинап тұр ғой бұнда. Енді қарасаңыздар, черный квадрат біреуге ол тақта болуы мүмкін, біреуге бір қабырғада сыза түскен жерді бітеу құрылғысы болуы мүмкін, тағы басқа. Бұнда менің ойымша автордың тексергісі келгені адам рухының қаншалықты деңгейде қалыптасқандығы. Адам рухын. Мысалы, черный квадратты қараған кезде де сондай бір ойлар түседі көзге. Енді мысалға сол черный квадрат қара шаршыны көрген кезде сізге бірінші не көрінді, не елестеттіңіз? Кең ауқымды аспан әлемі. Өйткені ең алдымен бастапқы фонда төртбұрышты өзіміздің квадратурамыз, содан соң артқы қабаттарында әртүрлі сызықтар. Оның бәрі енді бір кесілген ала жолақты сызықтар бір өмірдегі қозғалыс процесін көрсетеді. Сонымен таңғалдырды. Енді әркім әрқалай көруі мүмкін, бірақ сондай қарапайым дүниелер, сондай төртбұрышты дүниелер, бірақ сондай бір ой қалдырған кезде адамның қызығатыны анық. Екінші жағынан енді пиарство дейтін болады, хайп дейтін болады. Оларда бір өзіндік ойнайтын рөлдері бар. Ал шын туындыға оның ешқайсысы әсер етпейді. Шын туынды өзінікін алады. Енді айтады ғой, суретші өз заманынан алда ойлайды деп. Бәлкім біздің салғандарымыз 200-300 жылдан кейін жүзеге асып та кетуі мүмкін. Кім біледі? Бәлкім, иә. Біз де соған тілектеспіз, әйгілі суретші болып әлемді аузына қаратқан сондай дарын иесі болсаң, бұл қазақ елі үшін де үлкен мақтаныш, иә? Енді Сырым, алда қандай жоспарларың бар? Міне осындай бір туындыны жарыққа шығарсам деп жүредім, ойымда бар еді, жоспарда бар еді деген мақсаттарың бар ма? Мақсат бар. Бір туынды болып тұр. Гүлназ ханымды кездестіріп, Гүлназ ханым осы радиоға шақырғаннан бері бір ой қалыптасты. Жолаушы деген туынды. Яғни Астанада жолаушылар, сіздерге хабарлап отырмын. Мен естіп отқан шығарсыздар. Сіздерге хабарлауым, сол тақырыпта жасауым. Өйткені жол үстінде әркімнің ниет көңілі таза болады. Тіпті пойызға да өзіміз мінген кезде, кей кезде жаңағыдай ниеттің тазалығы соншалық әңгімелесіп, бір жақын адамдай болып кетеді. Жолдың ерекшелігі де сол. Сіздерге айтарым, уақыттарыңызды бағалап, және де керекті ақпараттарды тыңдай біліңіздер. Осындай радио тәріздес аудио тұрғысынан кітаптар болмаса Абайдың қара сөздерін қосып қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Тыңдап, жолдарыңыз керемет ашылар еді деген оймен айтып отырмын.
Ал осы тақырыпта, жолаушы деген тақырыпта сіздердің ойларыңызға түрткі салатын ерекше туындыны ойлап таппақпын. Сол қазір дәл қазіргі уақытта сол санамда болып тұр сол тақырыпта. Иә, сырым, егер де осы менің сені радиоға шақыруым осындай туындыны шығарсам деген мақсатқа алып келсе, бұл да біздің мақсатымыздың орындалғандығы. Құрметті тыңдарман, сіздерге де бұл сұхбатымыз ой салады деген сенімдеміз. Енді сырым, сізге көп рахмет, осындай алтындай уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, өзіңіздің шығармашылығыңызбен, оған жету жолыңызбен бөлісіп жатқаныңызға сізге тағы да алғыс білдіреміз, толағай табыс тілейміз, биіктерден көріне беріңіз. Жаңа да айтып жатырмыз ғой, үлкен әлемді өзіне қаратқан дарынды суретші болуыңызға біз тілектеспіз. Мен рахмет, айтқандарыңыз келсін. Және де Гүлназ ханымға тағы да алғысымды білдіремін. Және де бір нәрсені ұмытпаңыздар, тыңдаушылар, тыңдармандар. Черный квадрат деген аталымы ол өмір негізі жақсылықтарға да толы, жамандықтарға да толы. Бірақ кім қалай қабылдайды, соған байланысты. Жақсылықтарыңыз көп болсын, өмірді жақсы етіп қабылдай біліңіздер. Рахмет. Рахмет, бәрекелді. Осы көңілді нотадан біз хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті тыңдарман, мен өздеріңізбен қоштасамын. Эфирді жүргізген Гүлназ Аманғали, амандықта жолыққанша. 101.4 FM толғанында жас жалын хабары.